Ашем, мен саған неңді көрдім да, ана видеоларыңды, да, соған мен саған айтайын деп едім да. Ана исламда мәйіттің ақысы деген бар, мәйіт ақысы деген. Ол мәйіттің даже әурет жерлеріне қарауға болмайды да. Ол ертең өзінің ақысын сұрайды Аллах алдында. Сенікі енді қажеттілік қой, әрине, не жаңағы білім алу деген. Оны білім алмасаң, оны қалай үйренеді адам. Бірақ дей тұрғанмен, ана сондай неге барғаныңда дұрыс не жаса да, подход жаңағыдай Алла тағаладан сыйынып, іштей кешірім сұрап Алладан сондай қажеттіліктен туындаған іс-шара деп деген сияқты қылып та. Сосын ана мәйітке жақындағанда мәйітке іштей құрмет болу керек. Ананы как экспонат ретінде емес, как попало жаңағы кесіп басын шауып, миын ақтарып, ішек қарнын ақтарып деген сияқты. Іштей құрметпен қарау керек та, құрметпен подход жасау керек та. Соны саған айтып қояйын деп едім. Ана айлен көз қылып дарақылыққа салынба деп та, іштей құрметің болсын, Аллаға деген